Табиғи пайдаланушылардың шарты бойынша бүгін Жайық өзеніне шоқыр шабағы жіберілуде. Біздер бүгінгі таңда қазір Жайыққа жібереміз де, ол шабақтарымыз біздің Жайық Каспий бассейніне барып орналасады. Осы жұмыстар жүргізіліп жатырған, бұл енді балық қорын көбейту мақсатындағы үлкен үлестерін қосып жатыр. Осы табиғи пайдаланушылар, оның ішінде бана айтып отырмыз, интенсив компаниясы бар, және де оперейтинг компаниясы бар, өздерінің үлестерін қосып, шарт бойынша белгіленген шабақтарын жіберіп жатыр. Компания NCC ежегодно реализует проект по выпуску осетровых видов рыб в реку Жайық. На сегодняшний день выпущено от имени компании 400 тысяч мальков. Бізде Атырау облысы бойынша 19 балық шаруашылық мекемесі бар. Одан бөлек мұнаймен айналысатын компаниялар, соның тапсырмасы бойынша әрбір мекеме өзіне жағдайына қарай тапсырма береді, ақшасын төлеп. Соның бүгінгі таңда солардың тапсырмасы бойынша осы Атырау бекіре заводы 400 мың дананың үстінде бекіре тұқымды балықтарын жіберіп отыр. Здесь должно быть выпущено 60 тысяч малька. Малек кондиционный. Мы посмотрели параметры физические, и рост, и вес, и считали поштучно. В общем-то, малек готов к выпуску.